Құрметті оқырмандарым, бүгінгі өмір арнасының кезекті әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әңгіме соңында өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз, сіздердің ақыл-кеңестеріңіз оқырмандарым үшін маңызды. Ал біз әңгімені бастайық. Балқаймақ. Ұзақты күнге мазасыз сартылдаған доңғалақтар үні үйреншікті болып кетті. Купеде екі әйел, аяғы ауыр жас келіншек және кішкене қыз, төртеуі бірге келеді. Әбден мезеткен ұзын сонар сапардан төзімдері таусылған қос жаулықты бастапқыда жолы қысқартпақпен тіл қатысқан. Енді жараса қалыпты. Еріккеннен әр нәрсені бір айтып, алаңсыз әңгіме гөй-гөйлете түседі. Екеуі де Ташкентке кетіп барады екен. Бұл себеп араларын тіпті жақындастырып, одан сайын етенелікке жетеледі. Қалған жандардың түсер жері де басқа, көңілдері де жүдеу. Бұлар әпкелі сіңлі еді. Уақыт өткен сайын Алуаның тынысы тарылып, дем алуы ауырлады. Қашсаң да құтқармайтын толассыз даңғаза жүйкесін қажап, бас-басын лықылдатып жіберді. Құрсағындағы нәресте де әбден әбігерге салдың-ау дегендей бүйірін бүлкілдетіп, тынымсыз қозғала бастады. Оның әшейіндегідей өзге тосындау әрекеті жайсыз жағдайға ұшыратты. Тұла бойы ысып суып, қапырықтан жанын қоярға саят таппай терледі. Шіркін-ай, жаңбыр жауса ғой деп тіледі. Мұның үстіне пойыз жүрегін шайқап, ебедейсіз теңселеді. Мұның бәрі көрінбей жатқан бөпеге әсерін тигізді. Онсыз да бала тұмсаның ай күні жетіп тұр еді. Осының соңы қырсық қылғанда толғаққа ұласпаса деп қорқа бастады. Төңірек тып-тыныш, әйелдер де үнсіз қалыпты. Сүреңсіз созылып, бауырын кеңге жазған боз дала. Демін ішіне тарта, әлде нәрсені күтетіндей. Тек ештеңені елең етпестен доңғалақтар үні ғана толастамай, сартылдай жөңкуде. Төменгі сәкіде сұлық түскен Алуаға мына әлем батып бара жатқан күннің қызыл жалқылына ұқсап, көз алдында біразға шейін тұрып алды. Көкжиек атаулы іңір қараңғылығына бірі малынып, бірі малынбай, бұғанбас ойнаған сыңай танытады. Ол өстіп, басынан алақ-құйын сәттерді өткеруде. Сырт қарағанда, бет әлпетінен қиналып қынжылудың титтей де нышаны білінбейді. Өзімен өзі оңаша қалып, жабығыңқы ойға шомған жан сияқты. Шындығында, кіресілі шығасылы есі бар еді. Шарасына мөлдір жас тұнған, мұңлы жанарын қалт бөгеп, әлсін-әлсін жанындағыларға жәутең-жәутең жәрдем дәметкендей қарайды. Сөйтіп ақ, әл дәрмені құрып, діңкелеп шаршады. Манағысы тіпті жайшылық екен. Қазір мүлдем мүшкіл халге түсіп, беймаза күй кешуде. Бір беймәлім әбілет буындырып, талдырып, шымырлатып барады. Дүние қарауытты, аспан айналып түсіп, басып қалардай, тым қатерлі. Бір сәт тыншу жоқ, табаны удай ашып қоя берді. Сол минут бұл ортада мүлдем жырақ, қолдан келер ештеңесі жоқ. Жалғыз қалған түн. Бұған дейін де жапа шегіп, әрі мұңлы тіршілік кешкенін біреу білер, біреу білмес. Тағдырдың бұйрығына көнгелі қашан әттең. Кей-кейде қатты құлазитыны бар. Тіпті тебірене сыр бөлісер, құрбылары да жанында жоқ. Ал енесі ше? Енесі адам екен деп қарамады ғой. Келінді енеге сыйдырмай, енені келінге әй кәпір ғып қойған уақыт-ай. Сондықтан ба, тұңғиық ойға шомып, табиғатпен сырласу ғана мұның үлесіне тигені. Дүйсен, қайда жүр екен? Қазір бір-бірімізден жырақта, тіршілік кешкелі, бір айдың жүзі болды. Оқыс қорыл
қорлы емес-ау, тұншыға зорға демалған үн үрейлі естілді. Аяғы ауыр келіншектің жағдайы нашар екенін енді ғана аңғарған қос әйел абдырап қалды. Жол соғып тастамаса деген ой екеуінің де санасын шарпып өтті. Егдеулінің «Жүгір, Жәмилә, суық су әкел» деуге ғана шамасы жетті. Өзі шалқасынан жатқан Алуаның басын сүйеп, көзінен аққан мөлдір жасты сүртті. Тұншығып кеткен екен. Деді. Бір аяғы көрде, бір аяғы жердегі келіншек қинала егіліп, тәте, қу жанды текке қинағанша бір жолата тыныштық бергені әлде қайда артық еді ғой. Айтуын айтса да, бір көрген жат жаннан қысылғандай болды. Қолында бір кесе суы бар Жәмилә асығыс купеге кіріп келді. «Міне, Сақып Жамал апай, мұны енді не жасайсыз?» абдырай сөйледі. Соңын ала жол серікте ілесе келді. Көптен көрген кексе әйел екен, Алуаның ішін ұстап алақанымен білектерін уқалап, қолы қолына тимейді. Мынау толғақ шаршамасы, ойпырмай, жол үстінде. Ең қиыны енді сол ғой. Абдыраңқырап, үзік-үзік ойларын пышырата ортаға салды. Келесі станция Отар, оған дейін жарты сағат бар. Рациямен хабарласып, жедел жәрдем шақыртайын. Ештеңесі ұмыт қалмасын, даярлап қойыңыздар, деді де жылдамдата шығып бара жатты. Вагон ішін әрлі-берлі кезіп, тор ішіндегі торғайдай сезінген Назым купесінің алдында адамдардың сапырылысып кеткенін кездейсоқ байқады. Соны аңдағаннан үрейден құйтақандай жүрегі бір аунап түсіп жүгіре жөнелді. Бірдеңеге үлгере алмайтындай жылдамдата бас сұққан. Бұл кезде Алуа өзімен өзі арпалысып жатты. Оның үстіне қасындағы әйелдер шошына төніп тұр. «Алуа, саған не болды?» деп бақырып жіберді. Қапелінде үрей ұшқан балаға көңіл аударған ешкім бола қоймады. Әп-сәтте абыр-сабыр көбейіп, қым-қиға шіркін жүріс басталды. Пойызда жер апшысын қуырған жылдамдығын бәсеңдетіп, біз тағы бір станцияға келдік дегендей ұзақ гудок берді. Алуа Сақып Жамалға әлсіз ғана: «Тәте, бізді Шымкентте көкем күтіп алмақшы. Жедел хат салып едік. Соған сіңілімді өз қолыңызбен табыс етсеңіз. Жүгі де ауыр емес, бір шабаданы бар. Әйтпесе адасып кетуі мүмкін», деді. Сөйлеп біткенше қара терге шомылып, әр сөзін үзіп-үзіп әрең айтты. «Жарайды, қарағым, қолдан келетін шаруа ғой, ол үшін алаң болмағайсың». Доңғалақтар жер тістеп станцияға жетіп тоқтады. Осыны аңдып тұрғандай, 13-ші вагонды бүйірлей келіп, жедел жәрдемде тізгінін тартқан. Жанындағы қамқор адамдар Алуаны демеп, енді кеудесін көтергені сол еді, жол серік бастаған екі дәрігер купеге енді. Тұмса келіншектің аяғын жер ескетпей зембілге салып, әне-міне дегенше қызыл жолақты машинаның артқы есігінен кіргізіп те үлгерді. Жәмилә бұл кезде үрейлене жылаған Назымды жұбатып алдандырды. Станция басындағы мың сан дыбыстарға қосылып, ырқына көнбеген кішкене қыздың дауысы шырқырап шығады. «Тұла бойыңды тітірентірер аш жөн Сақып Жамалға мына жарымжан бақытсыз бейшара өзінің туған қызындай көрінді. Шырағым-ай» дей беріп, елжіреп, басын құшақтап, аман есен қол-аяғыңды бауырың алсаң екен. Мұндай күйде адам ұзақ жолға шыға ма? Сау бол, қызым. Рахмет, тәте, есен болыңыз. Жедел жәрдемнің есігі жабылды да, орнынан асығыс қозғала берді. Көп ұзамай, пойызда
Ал кеттік дегендей бір ыңыранып алып, жайымен жылжыды. Дүйсен 4-ші курстан кейін 3 ай әскери жаттығуларға жүретін болғандықтан, зайыбын сессияны тапсырысымен ауылға әкеп тастаған. Сосын ертеңінде-ақ Алматыға асығыс қайтқан. Түзде еркін көсілген киіктің лағындай ерке өскен қыз жат жерде жалғызсырады. Ешкімді танымайды да. Анда-санда келіп кеткені болмаса, алуа бұрын ата-енесінің қолында тұрған емес. Ұзақ күнде бір тыным көрмейді. Үйдің ішін сыпырып, жуып, сиырларын сауып, бұдан қалса қайнылары мен үлкен кісілердің кір-қоңы дегендей, не керек екі қолын алдына алып, бос отырған кезі жоқ. Енесі күміс, деміңді ала қойшы шырағым, шаршайсың деудің орнына, жас емессің бе? Өзіміз мұндай кезімізде ішімізге бала біткенде білмеппіз. Қазіргілер алақанға салып әлпештегенді тәуір көреді, дейді. Өз-өзіне киіп, бір қылығым ұнамай қалдыма деп қуыстанады бұл. Бұдан кейін әне жерім, мына жерім ауырып тұр деп айтып көр. Ал бұл әйтеуір сыр бермеуге тырысты, не болса да ішінде. Ата-енесінің көңіліне кірбің түсірмейін деген ниетпен тырбана атта жүреді. Уайым жеді ме, бір аптаның ішінде азып кетті. Қаншалықты қалада туып өскенімен Құдайға қараған жан тұғын. Бірақ соның бәрі Дүйсенді шексіз сүйгендіктен. Оны жатса да, тұрса да жанынан шығармайды. Альбомды күніне бір ақтармаса, көңілі көншімейді. Бүгін де сөйткен. Енесі күміс соны да көп көріп, әлі жыбыр-жыбыр етіп отырсың ба, атаң шөптен келетін уақытта таяды. Дастархан жаса, деді. Жаратпаған пішінмен алуа ләм деп тіл қатпады. Жылдан бәрін жинастырып ас үйге жүгірді. Апасы шай жаса дегенімен әлі самауырды тұтатпапты. Ақ самауырды сыртқа алып шығып, күлін қағып, су құйды. Сасқалақтап жүр. Атам шынымен келіп қалып, шөлдеп жеткенде, шай даяр болмаса, ұятау деген көкейіндегі үрейлі ой. Бұлай әбігерге түспей, суды тоққа қояр еді. Бірақ апасы шүйіркеніп ішпейді. Бірде балаңдау қылығы ыңғайсыз жағдайға душар етті. Күндегі әдетінше шеткерірек отырып, ақ құмамен кесені алып, сүт қатып, енді құя бергені сол еді. Апасы, қарағым, мына тоғының шайы шай емес, жылымшы татиды да тұрады, самаурынға қайнатқаның дұрыс, дегені бар емес пе? Алуаның аққұба өңі нарттай қызарды. Содан кейін оған жуымайды. Самаурынға тамызық салып жатыр еді, жүрек айнып, лоқсып, теріс айналды. Түсте зорлықпен ішкен тамағының бәрін құсып тастады. Жүрегіне бір запыран тығылатта тұрады. Жерік асыңды көріп тұрып жемеген қандай жаман. Тегене толы қаймақтан бір кесеге дейін ішсем ғой деп ойлады. Ішінен бұл құпия сырымды апам біліп қойып ұрсып жүрер дегендей жан-жағын бір шолып өтеді. Ол кісі көрінбейді. Көрші үйге кетсе керек. Кілегейді ойлап аңсас ауа берді. Еркінен тыс тылсым күш кілегейге қарай тартады. Барды да тегенеден сүп-сүйір саусақтарымен іліп, еріне апара берді. Асып-сасып жүріп, жерге де, үстіне де тамызды. Апам келіп қалар ма екен деп берекесі қашты. Әйтсе де құштар тағамына қолы бір жеткеніне разы. Сөйткенше болмай, арбаның салдары да естілді. Іле, Мұрат, қақпаны аш, деген атасының дауысы да шықты. Кейде қайнысы дәл дарбазада қалғанда арбадан секіріп түсіп, жолшыбай ұшырасқан жолдастарына алданып қалатын еді. Шамасы
тағы да сөйтсе керек. Қарияның үні қатқылдау, шаршаған тәрізді. Алуаның төбесінен жай түскендей сілейіп қалды. Қорқыныштан дірілдеп барады. Кенет ат тұяғының дүбірі мен дөңгелектің тарсылы, оған қабат апасының атасына сөйлеген сөздері де дәл құлағының түбіне күмбірлеп жетті. Енді ғана жас келіншекке жан біткендей шалт қозғалып, алжапқышының шалғайымен аузымен қолын сүртті де, еденге тамған қаймақты обал сынсада аяғымен сүйкеп өтті. Аттай тулаған жүрегі қалпына түскен секілді. Бірақ жасалмаған дастарханды есіне алғанда болмашы қуанышы сап тыйылды. Бірден шкафқа жүгірді. Осыны күтіп тұрғандай, апасы да сырттан сөйлей кірді. Самауырын қайнаған бет, от өшіп қалыпты ғой. Қазір апа, деді Алуа сасқалақтап. Одан басқа аузына қапелінде сөз түспей, сосын ақ құманды қолына ала беріп тысқа ұмтылды. Әбүйір болғанда апасы келінің ұрлығын білмеді. Бұл күнді де осылай жерігі қанбаған күйі құмарлықпен батырды. Алуа күндегізінше бәріне төсек салып беріп, төргі өз бөлмесіне енген. Бөлме есіксіз болғандықтан пердені саңлау қалдырмай жапты да қолына күләштің кітабын алды. Өйткені әйел жанын әйел түсінеді емес пе? Алуа сезім пернелерін дәл тауып басатын өлеңдерді оқып, Дүйсенге деген сағынышын аз да болса сейілтетін. Енді жыр әлемінің ішіне еніп, құныға бас қойғанда, атасы ыңыранып, бір аунап түсті де, «Балам, түн ұзаққа шамды жағып қоясың, ақша кетеді ғой», деді. Бұл сөз жай айтылса да, Алуаның жүрегіне шаншудай қадалды. Жеймін деп аузына апара берген тәттісін әлдекім күш көрсете тартып алғандай әсер етті. Үн түнсіз барып, шамды сөндірді де, төсегіне құлады. Содан кейін ал кеп жыла. Қояйын десе, ырқына көнбей, мөлдір тамшылар саулай берді. Жас балаша өксіп алады. Апамдар естіп қоймасыншы деп, басын көрпемен тұмшалады. Кімге ренжіп, кімге жылап жатқанын өзі де білмейді. Атасы мен апасына қылаудай кінә артпақ емес. Ол кісілердің түйсік түсінігі, мінез құлқы солай болса не шара, қалай өзгертпек? Тек жалғыз тілейтіні Дүйсені тезірек келіп Алматыға кетсе. Күні бойы қысатын ұйқы қашып ақ кетіпті. Әлгіндегі жылап өксігін басқаннан бері де біраз мезет өтті. Кірпіктері айқасашы. Мұндайда ойда жүйрік, әр саққа жетелейді. Нені қиялдап, нені елестетпеді. Бір кезде талмаусырап барып, көз ілінді. Кенет шырт ұйқысынан шошып оянды. Түннің қай мезгілі екенде белгісіз, тек танаулардың бірі қалыпты. Пысылы естіледі. Алуаның тілі аузына сыймай барады. Шөлдейін десе, оған ұқсамайтын нәрсе. Әйтеуір көкірегін өзі де білмейтін, аңқасы кепкен құштарлық билеген. Еріксіз долы күштің женді етегінде ере берді. Орнынан түрегеліп халатын киді де сыртқа беттеді. Әшейінде күңгірттеу жермен жалғыз жүруге қорқатын, бәтір тастай қараңғы түннің құшағына еніп барады. Осы менің түсім емес пе деп те ойлап қояды. Алдынан құйрығын бұлғаңдатып сақ құлақ шақты. Аузы ырсиып ашылып, тілі салақтап тұр. Нан дәмететін сықылды. Шыр көбелек айналып еркелейді. Мұндағы ең бір жақын өзіне оң қабағымен қарайтын осы сары ит қана. Жата ғой, сақ құлағым менің, жата ғой, деді де, Алуа кілеттің есігіне таяды. Сол-ақ екен, жаңағы жетелеп келген шырақ үміт дүлей желдің өтіне шыдамай сөнді де қалды.
маңдайын тасқа соққандай болып, қазандай қара құлыпқа тірелді. Сонда барып, балқаймаққа деген құштарлықтың шырт ұйқысынан оятып алып келгенін білді. Бірақ бұл жолы өзін-өзі жігерлендіріп жыламады. Бойы тоңазығандай дір-дір етеді. Аспанға қарады. Жұлдыздар сейрей бастапты. Екі иіні салбырап үйге кірді. Ал қане, ұйқысы келсейші. Таң сәрінің алғашқы әтештері шақыра бастады. Бір кезде жаздың тұтамдай қысқа түні сейіліп, жерге әбден жарық түсті. Сол кезде атасы: «Кемпір-ай, тұр, таң әлдеқашан атыпты, жай қалдық», деді де өзі түрегеліп жатты. Тағы да қара басты ма? Табын өріске кетіп қалмаса игі еді деп, апасы сөйлеп жүріп киіне бастады. Үнінде кейістік бар. Алуа перденің саумауынан бәрін көріп жатыр. Күміс жастығын көтерді де, астынан бір бума кілтті шылдырлата суырып алды. Сөйтті де сыртқа беттеді. Бөлме ішінде қайтадан тыныштық орнады. Осы екі арада кірпігі ілініпті. Апасы оятқанда барып көзін ашты. Түнімен кітап оқып, кеш жатасың да, таңертең тұрмайсың. Бұған тепсіне қадалды. Сосын сағат 6, атаңдар шөпке кетеді, шәй демде, деді де шығып бара жатып. Шынымен ұяттау болған екен деп, асығыс иығына желбегейін ілді де, шашын тарады тездетіп жуынып, дастархан мәзіріне кірісті. Атасымен Мұрат кеткеннен кейін үйді жинастырып, далаға қайта шыққанда, кілет пен сүт машинасының бір қалыпты дыңылдаған дауыс естіліп тұрды. Тағы да аңсар ауып сала берді. Жүгіріп келген бетте шкафтан кесе алды да, балаша арсалаңдап сепаратордың шүмегіне ыдысын тосты. Сол-ақ екен, апасы: «Ой, қасқа, май жинаймын деп жүрсем», деп жекіреді. Алдында терең адам тұрғандай қатты дауыстап ызбарлы сөйледі. «Сақыштардың 2 қарын майы бар». Онысы көрші үйдің кемпірі. Жуық арада тоқтала алмайтынын аңғартып, түйдектете жөнелді. Бірақ ар жағын Алуа естімеді. Кеудесіне біреу қанжар сұғып, паршалап тастағандай. Құлағы шыңылдап барады. Артына бұрылды да келген ісімен кері қайтты. Жәбір көрген ол жабырқап, бөлме ішінде отырған. Апасы кіріп келді. Жүрегі дір етіп, үрке қарады. «Дүкенге жақсы шай түскен екен. Мен барып қайтайын. Сен сүт машинаны тазалап қой». Соны айтты да шығып кетті. Алуа жуғаннан бұрын шүмегімен табақшаларына жұққан кілегейді жалап, қарық боп қалды. Бет-аузы жағал-жағал, тілі жетпеген жерін сүйріктей саусағымен іліп алады да, сүйсінгені сонша маңдайынан шып-шып терде шығып кетеді. Мұндай тәтті болар ма? Таңдайына жетер-жетпестен балмұздақтай еріп сала береді. Ыдыстар бітуге таяған сайын тіпті аш көздене түсті. Осы бір шұрайлы сәттің быт-шытын шығарып, табалдырыққа қарай аяқ дыбысы жақындап қалды. Алуа сонда ғана өзін Құдай атқанын білді. Бұл апасы ғой, ұрыспаса жарар еді деген 2-3 тоймен орнынан көтеріле берді. Кірген бетте күміс: «Ойбай, әлі жумапсың ғой», деп кейістік білдіреді. Алуаның жүзі құбылып, қуаң тартты. Тез-тез бәрін қаттап, қазандыққа қарай беттеді. Нала-мұңға көміліп жүріп ісін бітірді. Бұдан араға шыдайтын емес, төзімнің де шегі бар. Бірақ Дүйсенге не деймін? Үйден кеткенім, ата-ана сыйламауым ғой. Басқа айлам бар ма? Оған айтып түсіндірермін, түсінер. Көп толғанып осыған бекінген Алуа ертеңінде ертемен жолға жиналды.
Апасы мен атасы құрақ ұшып жүр. Жаным-ау, саған не болды? Ешкім әй демесе, жылы орныңнан қозғалып, нең бар? Айың күнің жетіп отырғаны мынау. Шешінген судан тайынбайды дегендей, салқын сілесоқ күйде үйді сағындым. Біраз уақыттан соң қайтып келемін дей салды. Сонда да көңілдеріне қарап, онда құда-құдағиға сәлем айт, деп қабағы сәл тартып қоңырайған апасы қақпаның алдында қала берді. 3 шақырымдай орталыққа шабаданын көтеріп жаяу келді. Жол тосқан қандай жаман. Жаздың күні жүргінші көп, Сарқан жақтан кісі толып келеді де, автобус ешкімді алмайды. Кешке дейін аяғынан тік тұрып, балтыры сыздап, бел айналып, үзіліп түсе жаздады. Күннің ыстығына қатты ұрынды. Тамағы кеуіп шөлдеді. Әрең дегенде кешке қарай қаладағы нағашы апасының үйіне де жетті-ау. Бұндай сүреңсіз кездің шуақ шағы кездеседі екен. Тағдырына мұнша разы болар ма? Сол үйде мамасы мен Назым жүр. Шешесін бас салған қалпы, тұшымсыз тірлігіне күйініп, ағыл-тегіл жылады. Булыға жылады. Соңыра білді, нағашы ағасының әйелі науқастанып, мамасы соған келіпті. Көңілін сұраған соң, өзі де Алуаға барып қайтпақ екен. Ертеңінде шешесі базардан қаймақ әкеп берсе де, бұрынғыдай құныға жемеді. Ешқандай тіл үйірмеді. Сосын көп ұзатпай, қасына Назымды қосып, Шымкентке аттандырғаны да сол еді. Өзі әлі сәл болып жатқан қызының қасында 1-2 күн бола тұрмаққа ұйғарды. Перзентхана іші абыр-сабыр, зыр жүгірген медбикелер. Дәріні үсті-үстіне төпелеп беруде. Талықсып кеткен сәтінде иіссу тәрізді нәрсені иіскетіп, ес жидырады. Алуа өзін-өзі билеуден қалды. Қолын қалай тастаса, солай жатады. Мұны көрген дәрігер өздігінен босана алатын түрі жоқ. Бала тұншығып кетеді деді. Қынжылып, ауырлау тигенімен, соңы жақсылыққа апарар алмас пышақ құйылып тұрған шамның жарығына шағылысып, жарқ-жұрқ етеді. Алуа көзін ашып еді. Ақ халат деген жандар мұнарланып қана көрінді. Дүние тұманданып кеткен. Жаны мұрынның ұшына келді. Қиналғаны соншалық қатты ышқынды. Содан арғысы күңгірт талмаусырай берді. Нәрестенің іңгәләп шыққан үнінен қайта оянғандай болды. Қыз, қыз дейді, әлде кім? Қолына сәбиді көтеріп тұрып. Жаны елжіреп, құлыншағым демекші, еміреніп, бірақ тілі бұратылып, оған келмеді. Бүкіл тартқан азабы сол сәтінде-ақ санасынан көмескіленіп, өше берген. Тек Дүйсеннің келбеті көз алдында елес боп тұрып алды. Осы аз уақытта сені қалай сағынғанымды білсең етті. Күн өткен сайын қуанып, қауышар шақ жақын келгенін сеземін. Тезірек жетсем деймін. Сенің менімен, жоқ, бізбен табысқаныңды. Қуаныштан, шаттықтан, нұрланған жүзіңді көріп, шын жүрегінен шыққан сағыныш сазына толы үніңді естісем. Енді бір есі кіргенде осыны ойлап үлгерді. Келіншектің жанарынан аққан жылбысқы тамшыларды ақ дәкемен сүртті де, медбике қыз дәрменсіздігіне, күйіне күрсінді. Еріндері көгеріп барады деді ішінен. Дәрігер де жаны ауырып, бірақ өкінгенмен қолдан не келеді, не шара бар. Жазмыш солай шығар. Ал Алуа бұдан әрі ештеңе сезбеді. Мөлідей қара шашын жайып жіберіп, мәңгілік ұйқыға енген жүзінен мұңсыз күлкінің табы білінеді. Балқаймаққа да тәбеті шаппайтын секілді. Тек кеудесінің түкпірінен Дүйсеннің дидары өшпестей
орын алған тамыры бүлкілдеп соқпаса да, әлі суый қоймаған. Жүрегінде әйел махаббаты маздап ұйтқып жанып тұрғантын. Ол ғұмырлық, оны ешкім сөндіре алмас еді. Ең өкініштісі, көкірегіне сәбидің жібек ерінің тимей кеткені. 1992 жыл, маусым, Әділбек Ыбырайымұлы. Әңгіменің соңы. Құрметті оқырмандарым, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Аман болыңыздар.